сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс жайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгімең іс жайында кет. Бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс жайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгімең іс жайында кет. Сенің достарың көп сөйлейді, әртүрлі тақырыпта шетінен бәрі эксперт. Менің достарым ондай түсінбейді, тек рет талап жарықты сөндіріп кетеді. Кез келген сәтті жібермей байып қалу керек. Бірақ біздің қазақта жұмыс істер алдында шай ішіп алу керек. Бәрі окей деп ауышпа неже үшін, саған келгенде шүкіршілік тежеуіш ал. Сен ертең деп жүргенде неше рет ләм істеп задым кеше мен. Келгенше керемет келешек, балконға шығады темекшек. Өзің ойлан, босап не десең де маған жай соға берме, сандарымды білсең де. Бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс жайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгімең іс жайында кет. Бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс жайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгімең іс жайында кет. Өсіп ал сәл кейін дамып кел, менің эгом дәу, бірақ жүрегім кең. Бос сөйлеме деп апам үйреткен, істемесең айтпа, ал айтсаң істе. Кейбіреуі тақ тебе 30-ға шейін, сосын теңге жоқ деп көтер ашит. Бәрі өз-өзімен боп кетпей жай әшейін, сенің құлағында ойнап тұр ең қымбат шит. Мен токсик емеспін, жай пацифистпін, уақыт өлтіру деген қылмыс емес па. Кейін төгіп жас қайғыда отырмау үшін дамы жастайынан, сосын саспай ойна. Өтіріп отырыстарыңды уайымдап қалдырып кете алмаймын жұмысымды жайна. Шаршамайсыңдар бір сағызды шайнап, 100 рет жиналып айна. Мені байда сенің бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс жайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгімең іс жайында кет. Бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме